Сәлем достар, қазақ тілі пәнінен екінші бөлімнің 7 және 8 сабақтары отбасылық құндылықтар. Каналды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, видеоға лайк басып қойды ұмытпаймыз. Екінші тапсырма. Кім жылдам ойыны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріңдер. Баладан тәтті немере, қара шаңырақтың иесі кім, кенжесі, балаға кім сыншы, атасы, әкеден балаға берілетін зат шаңырақ, үйдегі алтын адам кім, әжесі, адам бойындағы ең асыл қасиет мейірімділік. Келесі. Үшінші тапсырма. Екпін түрлерін қолдана отырып мәтінді оқу, негізгі және қосымша ақпаратты анықта. Бірінші сөйлемді ой екпін ережесіне сай бірнеше рет оқып жобамен талда. Дастархан. Қазақ халқы асты өте жоғары бағалаған, әрі қастерлей білген, ел жұрты жанында мәңгі жатталып қалған ас адамның арқауы деген қағида осындай терең ұғымның қалтқысыз түсінігі болып қалыптасқан. Халқымыз адам өмірінде тамақтың орнын тіршілікке қажетті құндылықтардың бәрінен де жоғары қойған. Бұған астан үлкен емессің, немесе арпа бидай аз екен, алтын күміс тас екен деген ескертпелер мен мақал-мәтелдерде куә бола алады. Қалай айтылса да, қай заманда айтса да, халық асты құрметтеу мен бағалаудың жолын да, жөн жосығын да, оны дәмді етіп әзірлеудің өзін де ретін таба білген. Бұл бізде дастархан деген өлеңіміз. Екпін қойып, екпін түрлерін қолданып мәтінді оқыңдар деп тұр, Кім келсе де халқымыз дастархан жайып қарсы алып алады. Бұл атадан келе жатқан дәстүр. Бар әдемісін қонаққа тосатын халқымыз сынық ыдыс аяқпен ас ішпеген. Басқа елдерге де осы қонақжайлылығымен танылды. Астын адам өзіне пайдалы элементтерді алады. Сол үшін дұрыс тамақтану маңызды. Адам өмір сүру үшін тамақ ішеді. Дефис арқылы жазылған сөздер ел жұрт, мақал-мәтел, жөн жосық, қарым-қабілет, тәлім, тәрбие. Келесі 6-шы тапсырмаға қараймыз. Жоғарыдағы мәтіндегі ақпараттарды өз пікірмен бөліс. Менің ойымша, қонақ күту үлкен өнер, себебі оны үлкен жауапкершілік деп түсіндіремін десе де болады. Оны мен күні бұрын жасалатын дайындық. Қонаққа көрсетілетін сый-құрмет деген мысалдармен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен қонақты дұрыс күтуде үлкен мән жатыр деген қорытынды шешімге келдім дейміз. Келесі 7-ші тапсырма. Берілген сөздердің мақал-мәтелдер құрастырылып жаз. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны әлесің. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап, анаға қарап қыз өсер. Әке асқар тау, ана жатқан бұлақ, бала жағасындағы құрақ. 11-ші тапсырма. Назар аударамыз бала. Бұл жерде 8-9 тапсырмалар оңай тапсырмалар, ал мен сендерге қиын тапсырмалардың жауаптарымен түсіндіріп беріп отырамын. Өз отбасыңды сақталып келе жатқан дәстүрлердің екпіннің түрлерін қолдана отырып баянда, солардың ішінен өзіңе қандай отбасылық дәстүрлердің ұнайтынын айт. Менің отбасымда сақталып келе жатқан дәстүрлердің бірі дастархан басына толық жиналып асты бірінші әкемнің алуы. Ас ішкенде ұялы телефон ұстамау, үлкендердің сөзін бөлмеу. Тағы да қоссақ болады: тәртіппен ішу, төкпей ішу, сөйлемеу, күлмеу, қатты сөйлемеу, әркім өзіне керек затты өзі алып келу деп толықтырсақ болады. 12-ші тапсырма. Менің отбасымның мүшелері тақырыбында ата-анаңа немесе іні қарындасыңа құттықтау сөз жаз. Құрметті әке, ана, бауырларым, сіздерді отбасы күнімен құттықтаймын. Отбасымыз аман, денсаулығымыз мықты болсын, қайда жүрсек те бірлігіміз жарасып, үлгілі отбасы болып жүре берейік деп толықтырсақ болады. Мен сендерді жақсы көремін деп те қосып қоюымызға болады балалар. Сұрақтарың болса, комментарияға жазуларың мүмкін. Видеоға лайк басып, каналды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қойды ұмытпаймыз.